Баршаңызға қайырлы күн, құрметті ұстаздар, ата-аналар. Жалпы қазіргі таңда әлеуметтік желіде, теледидардан естиміз, мектепте оқулық жетіспей жатыр. Бұл мәселені біз қалай шешеміз? Менің қолымда қазір кітап. Бұл кітап физика кітабы, 8-ші сыныптың. Мынадай мектеп кітабының артына екілік код бар, яғни орысша айтқанда QR код дейміз. Бұл QR код не үшін? Бұл QR код мектептегі оқулықтың электронды нұсқасын жүктеп алу үшін сіздерге арналған мына екілік код. Бұл жерде мәселені қалай шешеміз? Қазіргі таңда Play Market'те жалпы көптеген қосымшалар бар. Сол қосымшалардың бірі мынандай сканер QR код деген осындай қосымша бар, яғни приложение бар. Соны сіздер аласыздар да көшіріп аласыз. Android'терда жаңа Play Market, iPhone'дарда Apple Store'да бар болуы мүмкін. Енді қазір не істейміз? Қазір біз аламыз да мынау қосымшаны басамыз. Сосын мінекей қазір QR кодты оқимыз. Мінекей оқыды. Мінекей сіздердің алдарыңызға сайтқа тікелей сілтеме тұр. Сол сілтемені былай басамыз. Мінекей Google Chrome'мен кірсеңіз болады. Тікелей сайтқа мінекей жіберді. 3w.armanpv.com деген сайтқа жіберді. Қараймыз. Бұл жерде 3-ші сыныптың да оқулықтары бар, 4-ші сыныптың оқулықтары бар. Сонымен қатар 5, 6-шы, 7, 9, тіпті 11-дікі жоқ екен. 10-шы сыныпқа дейін бар екен. Сонымен қатар CD дискалары бар екен, оқытатын. Біздікі 8-ші сынып, мысалы бізге қазір кірейік. Интернет сәл кезде тоқтап тұр. Мінекей кітап кірдік. Мінекей көрсеңіз, мына жерде қазақ әдебиет кітабы бар, электрон нұсқа. Қазақ тілі кітабы бар. Физика кітабы. Мінекей қазақ әдебиет nerede? Қазақ өдебиеті деп қойыпты. Ештен кетпейді. Бізге ең бастысы кітап керек. Мінекей тағы да қазақ әдебиеті кітабы шықты. Жүктеп алсаңыз болады кітаптарды. Мінекей көрдіңіз, қазақ әдебиеті кітабы жүктелді бізде. Мінекей барлық осындағы кітаптағы жазулар осында бар. Мінекей қарап отырсаңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет. Егер сұрақтарыңыз болса, маған Instagram парақшама жазсаңыз болады.